Таза Қазақстан акциясы аясында экология департаментімен тазалық жұмыстары жүргізілуде. Белгіленбеген жерге төгілген қоқыстарды тазалау жұмыстары жүргізілуде. Жаңа мына тұрғындарды белгіленбеген жерге қоқыс төкпеуге шақырамыз. Және де төгілу фактісі анықталып, төгілген жағдайда әкімшілік жауапкершілікке тартылатындығын ескертеміз. Уақытылы тазаланады, төгіп кетіп тұр ғой тұрғындар. Біз ана жерге техникамен қазып қойғанбыз, неге бері қарай өтпес үшін, мусор төкпес үшін. Алайда түнгі мезгілде тегістік өтіп кетіп, төгіп кеткен жағдайларда болды. Енді оларды ұстай алмай қалып, бізге қиындық тудырады да, түнгі мезгілде кейде төгіп кетеді. Демалыс күндері енді күндіз сол бір факті ұсталған, бір факті анықталды. Осы көктемде бір факт анықталды сондай. Мына жерде учаскелік полицейлер де бақылауда оны ұстайды. Қазір енді қатаң бақылауда ұстап отырмыз осы жағдайлар болмас үшін. Санитариялық тазалық жүргізетін мұнайлы қызмет деген жауапкершілігі шектеулі серіктестік осы Атамекен ауылының келісімшарт бойынша 3 жылға санитариялық тазалық жүргізетін мекеме.